Қайырлы күн оқырмандар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын кекстің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге жұмыртқа, йогурт, сүт, қант, сұйық май, ұн, осындай формалар қажет болады. Және де бір шай қасық қопсытқыш. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып салып, көпіргенше миксерлеп аламыз. Және де қантты сала отырып, тағы да миксерлеп шығамыз. Міндетті түрде қант жақсылап толықтай еріп шығу қажет, сондықтан көпіртіп миксерлейміз. Содан соң сұйық май және де сүт. Осылай барлық қажетті қоспаларды қоса отырып миксерлейміз. Қалауларыңыз бойынша кез келген йогурт қолдансаңыздар болады. Менде осындай қарапайым йогурт бар, соны қосып жатырмын. Тағы да миксерлеп аламыз. Және де алдын ала еліктен ұнды өткізіп дайындап алдым. Аз-аздан қоса отырып миксерлейміз. Міндетті түрде ұнды еліктен өткізіп алғандарыңыз жөн. Және де бір шай қасық қопсытқышты салып, ұнға араластырып, жаңағы қоспамызға қосып тағы да миксерлейміз. Міне ұнның соңғы бөлігін қостым. Тағы да араластырып миксерлеп аламыз. Міне қоспамыз да дайын болды. Енді формаларға шай қасықпен барлығын толтырып салып шығамыз. Және де пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым. Қалауыңыз бойынша әдемілігі үшін кез келген нәрсе қолдансаңыздар болады. Менде шоколад. Және де 180 градуста 25 минут пісіреміз. Кексті піскенін тексеру үшін шпажкамен осылай тексереміз. Сонда шпажкамыз құрғақ болу керек.